Қайырлы күн балалар. 555 есеп. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 7,5-3 дейді. Ұзындығы 7,5-3 екен. Сантиметр, е. Оның периметрі қабырғасы 6 сантиметр болатын. 6 квадраттың периметріне тең. Біз білеміз, квадрат дегеніміз шаршы, шаршының барлық қабырғасы тең болады. Демек, мұның периметрін табу үшін 6-ны 4-ке көбейте саламын. Сонда 24 сантиметр. Енді тіктөртбұрыштың ені неше сантиметр еді? Енін табу үшін бізге периметр керек. Периметр табылды. Не үшін? Себебі шаршы мен тіктөртбұрыштың периметрлері тең дейді. Енді есептің шартын құрамыз. Шаршы тіктөртбұрыштың ұзындығы 7,5-3 сантиметр. Тіктөртбұрыш шаршының периметрі бізге 24 сантиметр болды. Ол қайдан шықты? Себебі ұзындығы, шаршының ұзындығы 6 сантиметр дейді. Енді бізге табу керек тіктөртбұрыштың енін табу керек. Шешуін. Есеп шарты. Шешуін шығару үшін тіктөртбұрыштың периметрін жазамын. Тіктөртбұрыштың периметрі 2 көбейтілген А мен Б-ның қосындысына тең. Енді осыны орнына қоямын. Бізде периметр белгілі 24 сантиметр тең 2 көбейтілген 7,5-3 қосылған Б, бізге белгісіз ені. Енді мына 2-ні мына жаққа бөлу етіп өткізіп жерсем, менде 12 сантиметр болады. Көбейту теңдіктің екінші жағына бөлу болып өтеді. Сонда 7,5-3 плюс В қалады. Енді В-ны қалдырамын. Орнын, теңдіктің екі жағындағы орын ауысқан болса, онда 12 азайтылған 7,5-3 болады. Мұнда черновикке шығарамыз. 12 дегеніміз 11,7 деген сөз. 7,7 1 бүтінді береді. 11-ге қосқанда 12 болады. 7,5-3. 5-5 деп аламыз. 5-5 деп алайық. Себебі біздің мына жердегі бөліміміз 5 екен ғой. Сол себепті 5-5 деп аламыз. 5-5. Енді 11,7 алатын болсақ 4 болады. 5-5-3 алсақ 2. Жаңа 7-7 алуға болады, бірақ әрмен қарап ортақ бөлім беруге тура келетін еді. Бізге ең оңай жолы азайтқышымыздың бөлімі қандай? Сол санға кетіре салу. Сонда біздің еніміздің мәні, бұның мәні 4,5-2 екен. Енді тексеру жүргіземіз. Кез келген есепті орындағаннан кейін тексеру жүргізіп көріңіз. Периметр 24 шығатындай. Бірінші ұзындығымен енін қосамыз. Яғни ұзындығы бізде 7,5-3 қосылған 4,5-2. Қосқанда 11,5-5 болды. Бұл деген сөз 12 сантиметр. Енді жақшаның үшін біріншіні формуладағынан орындап алдық. Енді оны 2-ке көбейтеміз. Сонда 12-ні 2-ке көбейтетін болсақ 24 сантиметр. Біздің периметріміз 24, осымен жауабы шықты.